Алматы әкімдігінде Қазақстандық индустрияны дамыту институты мен Қазақстан Республикасының индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің қолдауымен Қазақстан Республикасында құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдары өндірісін дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру барысы туралы тақырыбында дөңгелек үстел барысындағы кезекті кездесу өтті. Бағдарлама құрылысты индустрияландыруға жағымды жағдай жасау бойынша шара қабылдау, құрылыс өнімінің сапасын арттыру мен оның қауіпсіздігі, баспананың көпшілік тұрғынға қолжетімді болуын қамтамасыз етуді қарастырады. Дөңгелек үстелдің басты мәселелерін модератор және Қазақстан Республикасы индустриалды құрылыс технологиялар ассоциациясының төрағасы Нұрбатыров Қанапия Ақпанұлы мен баяндамашылар атап көрсетті. Бағдарлама осы жылдың наурыз айында қолданысқа еніп, бағдарлама шеңберінде 6 мемлекеттік қолдау шаралар көрсетіледі. Сол шаралардың ішінде ең басты ол инвестициялық жобаның кешенді жоспарын дайындау. Кез келген өндіріс өнеркәсіп осы кешенді жоспарды дайындап, сол кешенді жоспармен бағдарлама операторына, яғни Қазақстандық индустрия дамыту институтына келеді. Ол кешенді жоспарды біз экспорттық сараптама жасап, сараптамадан оң баға алғаннан кейін, сол кешенді жоспарды дайындауға кеткен төлемнің жартысын біз қайтарамыз. Келесі мемлекеттік қолдауымыз ол лизингтік қаржыландыру. Басқа бағдарлама шеңберлерін қарағанда лизингтік қаржыландырудың сыйақысы 6 және 7,5% арасында болады. Бұл бағдарламалардың қабылдануы бойынша қорытындылар өткен жылғы бойынша өте жақсы деп айтуға болады. Себебі еңбек өнімділігі бойынша ең жоғарғы көрсеткіштер Алматы және Алматы облысы бойынша $40,000 жоғары, ал ең төменгі көрсеткіштер бұл Солтүстік Қазақстан облысы мен Қызылорда облысы бойынша $10,000 төмен. Сондай-ақ жалпы ұлттық өнімнің көрсеткіштері артты деп айтуға болады. Және де бұл бағдарлама құрылыс бағдарламаларының шеңберінде Қазақстанның 4 облысында бағдарламаның жоспарына сәйкес құрылыс индустриялық дамыту комбинаттары іске қосуға жоспарланған.